Мінеке, бүгін жайдарман, бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Ота, сілей біреудің өліміне қуанбайтын шығармыз. Әсем қуаныш деп тұр ғой, бүгін ит басына іркіт төгілген күн. Қыздар, қандай күн ойнап тұрмыз өзі? Қыздар, бәрін қойыңдаршы, осы Геннадий ағамызды айтам да, өз сондай пысық кісе бәрі үлгеріп жүретші. Ой, Бота, сол Геннадий ағаны өз дейсің ба? Үйінде қатынның арқасы ғой. Лаура, кішкене әйел деп мәдениеттірек айтсаңыз, сахнада тұрмыз ғой. Оның несі мәдениетсіздік? Біле білсеңіздер, әйел дегеніміз арамы, қатын дегеніміз ханшайым дегенді білдіреді. Енді біз үйдегі жеңгемізден ешқандай арамды көрген жоқпыз. Сол үшін ол бізге нағыз қатын. Яғни ханшайым. Ханшайымым-ау, жүрегім менен ошағым. Қыздар, бүгін бір кубокты біз алатын сияқтымыз, Ойбай, Лаура, сен ана бұзауламаған сиырдың уызынан дәметкендей болдың ғой. Ол жай ғой, бұл аспандағы қазды сорпасына шылап ішіп тұр ғой. Қыздар, тәбеттерің қалай өзі? Айтпақшы, қазір ойын біткесін квартираға барамыз ба? Айбай, Лаура, пәтерде іш квартира деген бір түрлесілі деген. Құрметті достар, байқап тұрғандарыңыздай, біз тіл мамандарымыз. Сол үшін бізді бәрі тым қияли, тым қазақи сыныр дейді. Олай емес, бізде көшеге шығамыз, бізде қыдырамыз, бізде сабақтан қаламыз, бізде қаланы жақсы көреміз, бізде даланы жақсы көреміз, бізде айлы түнде алтыбақан тепкенді жақсы көреміз, бізде киіз үйде ет жеп, қымыз ішкенді жақсы көреміз, бізде жаңбырлы күні жапыраққа қарап шабыт аламыз. Қыздар, қиялдарың қалай өзі? Қыздар, біз ұлттық арнада тұрмыз, осы жер Таиланд бір күшті қып жыр мүшайрасын ұйымдастырайықшы. Дұрыс айтасың, Бота, мен бастайыншы. Есік алды қарағай, кеше кеттің қарамай, жігітім-ау не болды, сәлем деуге жарамай. Есік алды 8 гүл, 8-і де қызыл гүл. Мен тастаған жігіттер қотыр болсын 8 жыл. Есік алды шырмау, жүгіріп шықты бір тау. Мен тастаған жігіттің бетіне шықсын сыздау. Ой, қыздар, есіктердің алдында не ек тастағансыңдар? Оның үстіне өлең емес, өңшен қарғыс жаттап алғансыңдар ғой. Айтпақшы, мен кеше күшті түс көрдім ғой. Түсімде жап-жасыл әдем жермен кетіп баратам. Артымнан бір кісі келеді да мойнымнан пышақпен ұрып жібереді ғой. Ой. Қыздар қайта күшті емес па? Ұзақ жасайын деп тұрмын ғой. Сосын мен жігіттер түсінбеймін. Көшеде келеді да бізде номеріміз сұрайды. Танымайтын еркекке не деп бересің номеріңді? Одан да артымыздан үйімізге дейін аңдып бармайм екен. Қашан кіретін шығатыныз жазып алмайм екен. Бір қараңғы түндерде жалғыздан жалғыз кетіп баратқанда артымыздан дубинкамен дақтап. Бақытнұр, тоқташ, ана жігіт сенімен шынымен танысайын деп отыр ма? Әйтпесе ден сау жігіт деймін да басына қап кигіз бірден алып қашып кетпей ма? Қыздар, бүгінгі ойында қайткенде де кубокты алуымыз керек. Неге? Залда менің бұрынғы жігітім Айдос отыр. Ақбота, сенің бұрынғы жігітің, менің қазіргі жігітім. Райхан, сенің қазіргі жігітің, менің болашақ жігітім. Лаура, сенің болашақ жігітің, менің... Қыздар, қазақ тілінде тағы қандай шақ бар? Мен айтайыншы. Құйымшақ. Құрмет көрермендер, біз тіл мамандар болғандықтан тіл тазалығына аса қатты мән береміз. Сол себепті бізде жігіт жоқ. Себебі жігіттердің көбісінің тіл таза емес. Жоқ, сіздер... Жоқ, не күлетіні бар? Сіздер барлықтарыңыз брат, от души деп сөйлесіздер, соны бауырым үшін жүректен деп айтуға болады ғой? Соны айтам, мен осы бар ғой, тілді шұбарлайтындарды көрсем, қаным басыма шауып, қабағымнан қар жауып,
кірпігіме мұз қатып, жүрегім айнып, күре тамырым құрысып, мына құйқа тамырым тырысып, бүйрегім езіліп, жаман бола ме? Айбай, Лаура, сен солтүстікке бармашы, өліп кетерсің. Құрметті көрермендер, мен мынадай жаңа сөзді қазақ тіліне енгізгім келеді. Мысалы, әкімшілік, қаныңды ішіп қоятын әкімшілік. Ондай менде де бар. Шай дарман, шай ойнайтын командалардың лигасы. Бақраник, бақыра беретін охраник. Шу перісі, тек шулықтардың ғана көзіне көрінетін ғажайып құбылыс. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау, жұмбақ. Жұмыртқа, жауап. Құрметті көрермендер, ойын соңында бір шындықты айтайық. Біздің командада қыздар байлыққа құмар. Шын ғой, мойындаңдаршы қыздар. Сол үшін емес пе қазақ тілі бай-бай деп тіл мамандығына түсіп алғанымыз. Ендеше сахнада өнер көрсеткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ақпен бірге Алматы. Рахмет. Ақпен бірге болуға